Біздің құтқарушыларымыз түрік халқына көмек қолын созады. Бүгін түнде Қарағанды облысы төтенше жағдайлар департаментінің командасы Астанаға барып, басқа өңірлердегі әріптестермен бірге жер сілкінісінің салдарын жоюға көмектесу үшін Түркия еліне жол тартты. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Құтқарушылар, кинологтары, сондай-ақ апаттар медицинасы орталығының дәрігері мен фельдшері бүгін түнде Түркияға елордамыз Астана арқылы аттанды. Команда 2 аптаға автономды жұмысты ескере отырып, авариялық құтқару құралы мен медициналық мүлікпен байланыс және тіршілікті қамтамасыз ету құралдарымен жасақталған. Олар күшейтілген режимде және төтенше жағдайларда вахтаны алып жүруі қажет. Қарағанды облысы төтенше жағдайлар департаментінің бастығы Мұрат Қатпанов құтқарушыларға сәт сапар тілеп, өзінің қызметтік борышын абыроймен атқаруға шақырды. Естеріңізге сала кетейік, 6 ақпанда президент Қасым-Жомарт Тоқаев Режеп Тайып Ердоғанға көңіл айту жеделхатын жолдаған болатын. Ол сондай-ақ үкіметке Түркия Республикасына елдің оңтүстік шығысындағы жойқын жер сілкінісінің салдарын жоюға шұғыл көмек көрсетуді тапсырды. Қарағандылық құтқарушылар Қазақстанның басқа қалаларынан Түркияға барған және жедел іздестіру құтқару жұмыстарын жүргізіп жатқан әріптестеріне қосылады. Гизантеп қаласының Атапек көшесінде 2 нысанды бөліп, топты 2-ге бөлініп жұмыс істеп жатырмыз. Мынау құтқару операцияларын, жаңағы құлаған үйлердің бәрін қарап, арасында қалып қойған адам бар ма екен, және мәйіттер болса да, оны да тауып алып шығу біздің сол топты. Бір тобымыз 30 адамдай бір нысанда, екінші тобымыз 10 адамда, 10 адам екінші нысанда, ол құтқарушылармен бірге қосылып жұмыс істеп жатыр. Естеріңізге сала кетейік, 6 ақпанға қараған түні Түркияның оңтүстік шығысында 7,5 балдық жер сілкінісі тіркелді. Жер асты дүмпулері көрші Сирия мемлекетінде де байқалған. Сол күні Түркияның орталығында 7,6 балдық, ал келесі күні елдің орталық аймақтарында 5,3 балдық жер сілкінісі орын алды. Табиғи апаттың салдарынан Түркияның Хатай провинциясындағы газ құбырында жарылыс болып, Искендерун портында өрт шықты. 12 ақпанға дейін елде ұлттық аза тұту жарияланды. Бұл жер сілкінісі ел тарихында 1939 жылдан бері болмаған ең ауыр апат деп танылды. Зардап шеккендердің қайғылы тізімі күн санап өсуде. Соңғы мәліметтер бойынша қаза болғандардың саны 7000 адамнан асты. Жараланғандардың саны одан бірнеше есе көп. Арман Қазбекұлы, Наталья Заяц, 5 арна.